Енді мен қызылордалық болғандықтан, менен артық бұл өлкені ешкім білмейді негізі. Бізде былай, ұрыс қырылсаң, до конца кетеді ғой. Неге осы барлығына мен тапсырыс беруім керек? Үйде де тамақ істейтін мен енді мұнда да... Сен өзі адам сияқты ухаживать ету дегенді білесің өзі? Қойш, миды ашытпаш. Үйде де қатырып тамақ істеп жүрген шамалы. Солай ма? Болды, ажырасам. Ажырасақ. Бірақ сырттан біреу келсе, ынтымағы жарасқан ел болып шыға келеміз негізі. Кешіресіздер ма? Сіздер ұрыспай қоясыздар ма? Біздің қонақтардың мазасын алып жатсыздар. Біз не сонда қонақ емеспіз бе? Мына отырғандардан қай жеріміз кем? Жоқ, сіздерді киімдеп жатқан жоқпын. Сіздің дауыстарыңыз қатты шығып, біздің қонақтардың мазасын алып жатсыздар. Сонда менің әйелімнің дауысы саған ұнамай тұр ма? Бар, кет бар. Сен бізге кедергі келтіріп тұрсың. Кешірім сұраймын. Менің әйелімнің дауысы ұнамайды дейді ғой. Бұл ғой оның дауысы. Кетші бар. Енді осы туралы мен бір қызық оқиға айтып берейін сіздерге. Тимур Жансербұлына қатысты заң жүзінде қарауды сұраймын. Рахмет. Ақымақ. Мені қыспақ қалғым келген екен ғой, а? Көреміз. Мынау не? Не мынау? Стиль? It's style, bro. Do you want breakfast? Қандай маны алдың? Қала қандай мани алдың? Мен айттым сендер, бас жасамайды. Айттым, ақша сал. Салдық қой. Қайда? Üstümüzge. Бас жасайтын адам, онда ақша салмайды. Бас жасайтын адам, мысалы, for example, stock estate, real estate, сонда ақша салады. Sen айтып отқандар яғына финансовый пирамида, bro. Ойнап айтам, бро. Арайға бардық, бір-екі киім алдық, қалған ақшаны тық қойдық. Қайда? Банк? Қайдағы банк? Банкте ақша тұрмайды ғой, ұрлап кетеді ғой. Үйге? Мен ойладым, жаня барамыз, анам іздейміз, бірге жүреміз. Айтам деген жақсы жаңалық осы? Енді жақсы жаңалық деп ойладық қой. Сендер маған іздеу көмектесетін шығар деп ойладым. Сосын киім өткіз. Уят қой, ақша орнына қой. NYC never to say again, окей? Не деді мынау? Явно дұрыс емес нәрселер айтты, bro. Қарғып кетті ау, I don't know. Жоқ, Құдай бетін Аллах қылсын. Жүрші, өткізіп басайықшы. Сәлеметсіз бе? Сәлемет пе, айта беріңіздер. Мына киімдерді қайтадан өткізейік дегенбіз ғой. Өкінішке қарай біз келген киімді қайтып ала алмаймыз. Қалай, біз киген жоқпыз ғой, sister? Сіздер осы жерден киіп кеткен жоқсыздар ма? Жарайды, жақсы. Мен Тимур видео жібердім. Енді ол мойындау керек. Айтпесе, мен барыне айтамын.
видео жібер. Ернар, неге сонша аңқаусың? Тимур сияқтылар сенің видеоңнан қорқып бірден мойындай салмайтын шығар? Менен қорқпайды. Занан қорқу керек. Білесің бе, Ернар, кейде ондай адамдар көп нәрсені ақшамен шешіп кетіп жатады. Оны да ойлау керек. Мен не ойладым, білесің? Нені? Саған жұмысқа бару керек. Блин, кешіктім ғой. Ладно, пока. Hello. Алло, Ернаржан, тыныштық па сенікі? Тыныштық. Сенде қалай? Ернар, отпен ойнап жүргеніңді білесің бе? Мистер Тимур, мен сені ойладым. Солай дұрыс жігітше болады. Жігітше дейсің бе? Мен видео ешкім жібермедім. Видео түсірдің, оны басқаларға жібердің, болды ма? Сонымен бәрі шешілді деп ойлайсың ба? Жадым-ау, ол менің қалам. Мен бұнда бәрін таримын. Кез келгенін көндіріп аламын, көнбесе сатып аламын. Кел кездесейік, сөйлесейік. Ал егер келмесем ше? Мен саған былай айтайын. Мен сенің достарыңның, жанияңның қайда тұратынын, қайда жұмыс жасайтынын бәрін білемін. Мен оларды шоқ қылып жіберуім мүмкін ғой. Түсінесің бе? Қайда келейін? Ернар? Ернарчик, қош келдің. Сен не, шынымен де жалғыз келдің бе? Иә. Мен Қызылорда көп жерді көрдім, бірақ осындай жер көрмедім. Саған қаланы көрсетіп жүрген жігіттер бұл жердің бар екенін білмейді. Білесің бе неге? Өйткені олар айтқан істейді. Таңдайтын жақсы жігіттер. Бұл жерде көруге тек бұзық жігіттер келеді. Және келгеніне өкінеді. Мені неге шақырдыңыз? Қорқпа. Айттым ғой. Мен сені дос болуға шақырдым. Я кешегі сен түсірген маған салған видео сенде ме? Менде. Былай істейік. Артық әңгіменің не керегі бар? Сен видеоны өшір. Жарай ма? Мен өшірсем, сіз полис барып мойындайсыз? Әрине. Әрине. Өшір видеоны. Жігітше? Жігітше. Сен де мені ақымақ санап тұрсың ба? Анау недавно удаленныйдан да өшір. Өшірдім. Енді менде видео жоқ. Ернар. Жоқ. Ернар емес. Сен Бернардсың. Американец Бернард. Американецтер. Неге сондай аңқау, а? Білесің бе, Бернард? Сен мына видеоңмен мені қорқыта алмайсың. Иә, қорқыта алмайсың. Көп болса аздап миымдаштар, жаңалықтарға шығар. Біздің қызылордалықтардың ішіндегі кейбір өсекшілер маған комментарий жазар. Ал мен шу жек көрем сондай. Түсінесің ба? Сен видеоны өшіргенмен
түсірегіңді тоқтатпайсың ғой, солай ма? Мистер Тимур. Мынаның көзін құртыңдар. Тоқта! Мына қызықты көрейік. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Сендер не жүрсіңдер, а? Біз досымызға көмектесуге келгенбіз ғой. Сендер не? Мына мусор таситын КамАЗдарыңды қорқытам деп келдіңдер ма, а? Братан, ол мусор таситын КамАЗ емес. Проблема таситын КамАЗ ғой. Не мәселемен келдіңдер? Райондарының тыныштығын ойлап жүре бермедіңдер ме? А? Тимур, біз сен туралы біраз нәрсе естідік қой. Сен біздің қаламыздың кішкентай балаларын шетелге сатыпсың. Біраз тірліктерің дұрыс емес сенің. Артқаныңның не қажеті бар? Сендер де местныйсыңдар, мен де местныймын. Мына американецқа бола қырылсамыз ба не? Тимур, қандай американец? Қызылорданың жігіті, өзіміздің бала ол. Мен шанхайским. Қызы сол жақтан ғой. Короче, Тимур, сен өз еркіңмен барып, полицияға берілгенің дұрыс. Мен барып бергенде не пайда? Маған қарсы компроматтарың жоқ қой. Өз обалың өзіңе онда. Тоқтаңдар, жігіттер. Бекерге қан төгісіп қайтеміз. Шеф, ренжімеңіз. Мына жерде қанша адамның қырылуына жол бере алмаймын мен. Не деп миыңды итеріп тұрсың, Әрбір адам асыл тас секілді. Оның көрінбейтін жерінде трещинасы болады. Оу, тема айтты. Рахмет. Сен де осы уақытқа дейін білгеніңді істедің ғой. Судан ақ сүттен таза адам құсап. Мына жерденсің уже, мына жерден. Ал мен сенің қасында жүріп, бүкіл осал жерін біліп алғам. Менде мына флешкада Тимур Жансерігұлына қатысты бүкіл компромат бар. Ол осылай қорқытып айтты. Жалғыз келмесен, my friends, сендерді өлтіремін айтты. Йоу, бро, оны бізге айтпауың керек еді. Одан да өзің барып, стволмен, глушителмен бүкіл бандасы қырып тастауың керек еді. Одан кейін главарымен бірге бір шығып, жардан құлап өлулерің керек еді. Вот это кайф, бро. Вот это кино. Ал біз, сен могилаңда қап-қара киініп, жылап тұрмаймыз ба? Серік Қумаш бұл саған кино емес қой. Тимурдың қандай адам екенін білесің ғой. Жалғыз барасың, өлесің. Жалпы айтып жатқаным ғой, бро. Бернардты кішкене бәдбой қылайын деген ғой. Бернард, сен қуасың ба? Видеоматериалды заң органдарынан неге тапсырмадың? Тимур деген жауыз ғой ол деген. Өлтіреді бәріміз енді. Мен ойладым, видео жіберсем, терпела боламын. Сен терпела болмасаң да түрің терпела ғой. О, shit. Stop, boy. Stop. What the fuck, boy? Қалайсыңдар, жігіттер? Қалайсыңдар? Қорықпай қойыңдар, мен жалғызбын. Сомнение болса тексер машинаны. Все чисто. Шынымды айтайын, көмектесуге келдім сендерге. Сен бізге қалай көмектесесің? Сен Тимурдың шестеркасысың ғой. Осындай мен тасташы, бауырым. Өткенде жіберген видеоларың бар ғой. Содан кейін Тимур до того ашуланып кетті. А ол ашуланса, сендерді өлтіреді. Сендерді қоя берші. Жанияға обал. Бізге не қыл дейсің енді? Сендер плотно тупить етіп жүрсіңдер. Сендер ана видеоларыңды мобилографпен монтаждап апарсаңдар да сендерге көмектеспейді ол. Менде бір вариант бар. Қандай? Біздің Тимур ше, осы уақытқа дейін жасаған бүкіл заңсыз әрекеттерін осындай флешкаға сақтап жүреді. Оны қалай аламыз? Мен сен тупой американец ба деп жүрсе,
Ушли қазақ екенсің ғой, Мен сені о бастан сатқын екеніңді білгенмін. Топас. Мал! Көті қысшы. Шеф деген сайын. Әлде қандай оқып қойғансыз, беріп жүрген 80 мың айлығын шығар әрі кетсе. Тазасын айтқанда менше бір ай маршрутқа кететін ақшам 90 мың. Братан, ішің толып қапты ғой. Көрсей мұнан қасын жұмыс істеп. Акимат. Шеф, айттым ғой, бұны күшік кезінде атып тастау керек еді. Алабай, сен вообще көтіңді қысай, мен мұнан қасын ит кезінде келгем. Мистер Тимур, полицияға өз еркіңізбен барып мойындаңыз. Сендер мені ақымақ санайсыңдар ма? Мен осындай жетістікке жетуім, мен наплаву жүргенім. Менде страховка деген бар. Жаня? О, нежданчик. Кешіріңдер жігіттер, дәл мына жерін білмейді екенмін. Маған флешканы жақсылықпен бере қойыңдар. Сосын мен машинаға отырам да, мына қызды тастап кетем. Әрине керек болса. Сосын мен өз жолыммен жүре берем. Бұл жоспарым қалай? Бірден айтайын, жігіттер керек емес. Дәл мынау газ флешканы алып кетсе, мені өлтіреді. Бернард, сені өлтіреді. Сені. Сендер танымайды да ғой. Бро, флешканы бере сал. Адам өмірі қол. Керек емес деймін. Бекер жігіттер. Жаня, бәрі жақсы? Тиіскен жоқ сені? Қумаймыз ба? Қумаймыз ба, жігіттер? КамАЗбен қуасың ба? Ош, темекі кетіп қалды ана ішінде. Тоқтатшы. Маңқалар. Кіммен ойнағанын білмейді екен бұлар. Біртіндеп көздеріңді құртамын. Ей қаншық, неге маған қарамадың? Білесің бе, сен менің жүрегімді жараладың. Өзінше жүрсің, сучка, сені басқа қыз жоқтай. Білесің бе, негізі сені көтін тақтай. Өмірімді жоқ. Brothers, уайымдамаңдар. Мынау Тимурдың флешкасы. Заранее ауыстырып алғансың ғой. Жігіттер, тоқтаңдаршы! Мұныңнан шығарып, КамАЗдың бензинін ақтап тастамадық па? Қызылорда мені таңғалдырудан жалықпайды. Мұнда адамдар өте қызық. Олардың әрқайсысы саған қол ұшын беруге дайын тұрады. Бастысы сенің ниетің дұрыс болуы маңызды. Егер олар сені жанына жақын көрсе, сен үшін кез келген батыл қадамға барады.
Мұнда жігіттер ұзақ уақыт бойы бір-бірімен жауласып жүру мүмкін, бірақ сырттан келген жауға қарсы бірігіп жатса, демек ол таңданатын дүние емес. Өйткені қызылордалықтар үшін өзіміздің бала дейтін ұғым бар. Өзіміздің бала деген сөзді өзге тілде жеткізу қиын. Ол дегеніміз бауыр, жерлес, ағайын, дос, туыс, кез келген мағынаны білдіру мүмкін. Бірақ егер сен олар үшін өзіміздің бала болсаң, демек сен ештеңеден қорықпауыңа болады. Міне осындай қызық оқиға болған. Айтып тұрмын ғой, нағыз ынтымағы жарасқан қала. Сенбейсіздер ме? Қызылордаға келіңдер. Маған енді бәрібір суымай сезім әлі жүр, ал саған мүмкін бәрібір. Маған енді бәрібір суымай сезім әлі жүр, ал саған мүмкін бәрібір